Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni bossamas turib arnaga tirkelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi. Sanchez Alimxanulu men Canelo ayqasına қатысты o'yin ашыға aytdi. Gennadiy Golovkinning burungi bapkeri Abel Sanchez o'rta diviziondagi Janibek Alimxanuluning fizikalik mumkinligi ikkinchi o'rta salmoqqa auысып, Meksikalik Saul Canelo Alvares'te jekpe-jek o'tkazuvga yetetini aytdi deb xabarlaydi. Qozog'istonlik bokschilarning yaxshi tanis bapkeri Golovkinni jаттықтырған бапкер қазіргі таңда өзге қазақстандық боксшы бірінші орта салмақта Sadriddin Ahmedovпен жұмыс істейді. Жәнібек дене бітімі ірі жігіт, сондықтан екінші орта салмақ оған жақсы келеді. Бұл дивизионда мықты жекпе-жектер көп. Егер ол Геннадий сияқты орта салмақта толықтай тазартса, онда салмақ ауыстырып, орында қадам болар еді. Мен оның Канеломен кездесуін көрер едім. Бұл Alvares'тің екі қазақстандықпен айқасын білдірер еді. Ал бұл өте керемет. Жәнібектің дене бітімі осы салмаққа келеді. Сондықтан мен бұл жекпе-жекті шынымен көргім келеді, дейді Санчез Зеринг басылымда берген сұхбатында. Оның айтуынша, Жәнібек мексикалық жұлдызды жеңсе, бұл Геннадий Головкиннің мұрасын жалғастыру болар еді. Еске салайық, Canelo мен Головкиннің рингке 3 рет кездескен. Жәнібек белбеулерін сәтті қорғап, айта кетейік, Жәнібек 5 сәуір Астанада өткен соңғы жекпе-жегінде орта салмақта WBO және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионының атағын қорғап қалады. 5 раундта Жәнібек францалық Ануэль Негамесинді нокаутқа түсірген болатын. Ал Саул Канело Алварес 3 мамыр күні кубалық Уильямс Кулмен 2 орта салмақта абсолют чемпион атағы үшін айқасады. Ал күзде америкалық Терес Кроуфордпен кездесуі мүмкін. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.